Ал енді бүгін біз қарастыратын conditional ол бізде third conditional. Қараңыздар, бүгін соңғы conditionalды өтеміз. Бұл по счету бізде 4-ші conditional. Неге third? Потому что бізде еще zero болған. Помните, да? Zero, нулевой, бірінші, екінші, үшінші. Общий бізде 4 conditional болды. Сонымен біз бүгін тақырыпты жабамыз. Third conditional это үшінші шартты райлы сөйлем. Оның формуласы алдымен if плюс past perfect. Past perfect деген еді had плюс verb 3 болған, я? Потом would, have и плюс етістіктің үшінші формасын қоясыздар. Көріңіздер ма? Second'тан айырмашылық бар. Мына жерде would, have плюс verb 3. Осы формулаға саласыздар, бүкіл сөйлем дұрыс шығады. Енді, вообще third conditional деген не? Ол бізде өтіп кеткен іс-әрекетке өкініш айту, сожаление деп айтамыз ғой мысалға. Өкініш деп айта салайыншы, я? Өтіп кеткен іс-әрекет, ол уже өтті, болды, қандайда бір іс-әрекет, и сол туралы біз қазір ойлап отырмыз. Так, былай, кеше жаңбыр жаумағанда мен далаға шығатын едім деген сияқты. То есть кеше по сути жаңбыр жауды деген сөз. Болмаса, сен ерте келгеніңде кеше біз киноға баратын едік, бірақ сен кеше ерте келмедің. Вот это называется өкініш, я, сожаление о прошлом деген сияқты. Это есть third conditional. Мысалға, қайтадан сөйлем құрастырайық. If you. Давайте, егер сен ерте келгеніңде деп айтайық. Past perfect'тің өзінің формуласы бізде had плюс verb 3, естеріңізде болса. Сонда if you had, come'ның үшінші формасы тоже будет come, early, егер сен ерте келгеніңде, үтір, біз, we would have, go'дің үшінші формасы gone, міне мына үшінші формада тұр, gone to киноман, допустим, да, киноман. Не дедім? Егер сен, міне, had gone past perfect'те тұрма, я, тұр, past perfect'те тұр, would have, міне етістіктің үшінші формасы тұр. Я? Формулаға сәйкес болды, я? Егер сен келгеніңде ерте, біз баратын едік киноманға, то есть киноға деген сияқты, да? Дальше, тағы бір сөйлем көрсетейін. Например, if he, не десек? Had, call деген сөз бізде дұрыс етістік, үшінші формасы had called болады, я? Had called me, I would have, help'тің үшінші формасы бізде helped him болады. Формулаға салып тексерсеңіздер болады. Егер ол звондағанда маған, мен көмектесер едім оған. Бірақ ол маған звондамады деген сияқты мағынада тұр. Тағы бір сөйлем көрсетейін, я? If, ауыр айына қатысты көрсетейінші. If it had, rain деген сөзді алайық. Rain'нің үшінші формасы rained болады. If it had rained yesterday, егер кеше жаңбыр жауғанында, we would have, make'тің үшінші формасы бізде made a video. Біз видео жасайтын едік. Тағы қайтадан аударамыз. Егер жаңбыр жауғанда кеше, то есть кеше жаңбыр жаумады, біз видео жасайтын едік. Бірақ біз жасаған жоқпыз. Это и есть сожаление о прошлом. Енді сұрақ қалай қоямыз? Сұрақта мен айтқан сияқты мына частьқа әкеліп қоямыз. Would алдына шығады. Біреуін көрсетем, қалғанның бәрі easy. Would we have gone to киноман? Баратын бедік киноманға, мынау частьті қайтып көшіресіздер. If you had come early болады. Ал, давайте, сөйлемді аударайық. Біз баратын бедік киноманға, егер сен ерте келгеніңде. Сұрақ бізге қатысты айтылып тұр, я? Онда сіздер, біз деп жауап бере берсеңіздер болады. Yes, we would. Я, біз баратын едік. Болмаса, no, we wouldn't. Жоқ, біз бармайтын едік деген сияқты. Мына жерде де жазбай қояйын. Would, мына жерде would алдына шығады. Мынаны қалай қайтадан көшіресіздер. Негатив көрсетейін. Давайте мен соңғысына көрсетейін. If, it, past perfect'тің отрицаниясында hadқа нот қосасыздар. Hadn't rained
yesterday. Кеше жаңбыр жаумағанында. We would-қан не қосасыздар ғой? Not жалғауын қосасыздар. Мына жерде негатив жасау үшін would-пен жұмыс істейсіздер ғой. Міне wouldn't деп қостым. We wouldn't have have made, мына жерде made a video. Енді аударамыз. Егер кеше жаңбыр жаумағанда, біз не істемес едік? Видео жасамас едік деген сөз. Міне сонымен біз сіздермен conditional тақырыптарын бүгін жабамыз. Сіздерге бәрі түсінікті болды деп ойлаймын. See you next lesson.